Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге долананың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналымдан дамуына септігіңізді тигізіңіз. Долананы ерте кезден бері жүрек қан тамырлар ауруларының дәрісі ретінде қолданып келген. Бұл аурудан айығу үшін доланадан жасалған дәрілерді бір курс толық қабылдаған дұрыс, ал кейбір ауруларға оны үнемі қолдануға тура келеді. Долананы әсіресе егде адамдарға денсаулығын нығайту үшін пайдаланған. Жүрек қан тамырлар жүйесі дертінің алдын алу үшін долана шайы өте пайдалы. Долананың пайдасы оның құрамына қарай анықталады. Долана С дәруменімен калий, кальций сияқты микроэлементтерге өте бай. Долананың құрамындағы заттар жүрекке қан апаратын қан тамырлары мен ми қан тамырларын кеңейтіп, жүйке жүйесінің қозуына төмендетеді. Жүрек пен мидың оттегімен қамтамасыз етілуін күшейтеді. Жүректің соғуын қалпына келтіреді. Ұйқыны және адамның жалпы жағдайын жақсартады. Долана қайнатпасы түрлі тері ауруларына да ем. Жидек қан қысымы төмендететін болғандықтан, оны қан қысымы төмен адамдарға қолдануға болмайды. Долананың пайдасымен қатар зиянды тұстары болғандықтан, белгілі бір мөлшермен қабылдаған дұрыс, әйтпесе асқазан ауруларын қоздыруы мүмкін. Сонымен қатар бүйрек ауыратын адамдарға да долананы қолдануға болмайды. Емізулі және аяғы ауыр әйелдерге долананы қолдануға тыйым салынады. Долана қайнатпасы мен тұнбасын аш қарынға ішсе денсаулыққа кері әсер етеді. Артық мөлшерде қолданған жағдайда жүрек айнып, бас айналып құсуы да мүмкін. Енді мұқият тыңдаңыз. Қолдану ережесі. Долана жемісінің бір ас қасық ұнтағына 1 стакан қайнаған су құйып, баяу отта жартысы қалғанша қайнатамыз. Тамақтың алдында күніне 3 реттен жарты шай қасықтан ішіп отыру керек. Бұл емді артемия, жүректің ұстамалы ауруларына, атеросклерозға шалдыққан, қанның құрамындағы холестеринін төмендету үшін 3-4 ай қабылдайды. Екінші түрі қызыл түсті бір ас қасық доланаға 1 стакан қайнаған су құйып, жылы жерде пештің немесе плитаның үстінде 2 сағат тұндырып қояды. Дайын болған тұнбаны сүзіп, тамақтың алдында қан қысымы жоғары адамдар 1-2 ас қасықтан күніне 3-4 рет ішіп тұрады. Жүрек жетімсіздігіне шалдыққан егде адамдар үшін долананың тамырын күздің соңына да, яғни қазып алып, жуып кептіреді. Қайнатпа дайындайды. Тамырды 10 минут қайнатып, суытып, сүзіп алады. Дайын болған қайнатпаны күніне 3 рет 1 ас қасықтан ішіп тұрады. Ауырмаңыздар. Мен бөліскен рецепт ұнаса, төменге пікіріңізді қалдырып, каналымдан дамуына септігіңіз тигізіп, тіркеліп, қоңырауша белгіні басып, лайкыңызды басып кетіңіздер. Рахмет, менімен бірге видеоның соңына дейін тыңдағаныңыз үшін.